Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тап та бар қалан деп Абай атамыз айтқандай, білім алу, мамандық таңдау, рухани ұстамдарды қалыптастыру, қоғамдағы өз орнын табу секілді әлеуметтік кезеңдерден өту өмір заңдылығы. Қазіргі жаһандану заманында күйзелістер мен қиыншылықтар көп болады. Адам өмірінің динамикасы, социумның, айналандағы адамдардың талаптары өсіп келеді және мәселелерді шешу қажеттілігі де көбейді. Өмірлік қиын жағдайларға душар болған тұлғаға психологиялық ағарту, психологиялық диагностика мен профилактика жүргізу арқылы психологиялық қолдау көрсетуге бағытталған қызметтердің кешенін психологиялық көмек деп білемін. Қандай кезде психологиялық көмекке жүгіну керек? Көңіл күйдің өзгеруі, мазасыздық, қорқыныш, қарым-қатынастағы қақтығыстар мен проблемалар, ұйқының бұзылуы, депрессия, апатия, өзіне зиян келтіретін мінез-құлық, өзін-өзі бағалау проблемалары, импостер синдромы. Жыл сайын психологтың консультациялық көмегін алғысы келетін адамдардың санының өсу үдерісі байқалады. Оның ішінде балалар да, студенттер де, еңбекке қабілетті халық та, зейнеткерлік жастағы адамдар да бар. Радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институтының курсанттарымен бірлесіп жұмыстар жүргізіп келеміз. Бұл жұмыстың негізгі мақсаты оқу қызметіне қолайлы әлеуметтік, психологиялық және педагогикалық жағдай жасау. Курсанттардың кәсіби қалыптасуына, жеке өсуіне жәрдемдесу, курсанттардың бейімделуіне, тренинг сабақтарын өткізу, олардың психикалық денсаулығын қолдау және нығайту. Радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институтының 4-ші курс курсанты Құдайберген бүгінгі психологиялық сабақта Жанар Жанабекқызы бізбен өте әсерлі сабақ өткізді. Бүгінгі сабақта мен өзімнің жаман энергетикамнан айырылдым. Сол кісіге көп-көп рахмет, курсанттарға ерекше әсер қалдырды. Жақсы психолог адам жаны мен сырын қанығу арқылы олардың ішкі әлеміне үңіле алатын ерекше жаратылыс. Біздің қолымызда бізден көмек сұрайтын адамның тағдыры мен жан дүниесі тұр. Ол адамның болашағы да психологтың қолында тұр деп есептеймін. Адам тағдыры ұстара жүзінде тұрған уақытта әр жүрекке мейірімділік шуағын ұялатып, адамдардың арасындағы махаббат пен достықты, адалдық пен шыншылдықты, ақпейілділік пен дархандылықты нығайта түсетін жан өте қажет. Мен психологиялық көмек беруші ретінде жас өскіннің жетіліп өсуіне, оның тамырын тереңге жайған бәйтерекке айналуына септігін тигізер бағбаны болуға аянбай еңбек етемін.